Так, ассалаумағалейкум. Уже болмайды, дальше больше никуда. Біздер қазір прокуратурадамыз, білеміз прокуратураны да, барлығымыз білеміз. Өше тұрған орналасқан прокуратураны білеміз. Кейін мен кірдім, мен сізге іс-әрекет айтып берейін. Кірдім, есікті жаптым, естественно. Мен маскадемін, естественно. Ағай, бейне таспа кетіп отыр, соңғы ескерту беремін ағай. Бізде қазір прокурорлар. Жұмыс жасады, маған ақкөке. Қазір мен қария адаммен жұмыс жасап Сіз жасай беріңіз, ағай, мен сізге не алдым ағай. қош кетші. Так, прокурор мырзалар, мұнда келесіздер ма сіздерді? Или сіздің қызметтеріңіз бола алмай ма? Ағай, қазір бейне таспа түсіп жатыр ағай. Сөз дейтін, болмайды ағай. Сіздің мен ұстап отқан себепті қазір ағай не болады? Қылмыстық іс қозғалады ағай. Сізге қылмыстық іс қозғалады. Сізге қылмыстық іс қозғалады ағай. Мә, уже киім жетіп жатыр, мен қараңдар. Ағай, сізге қылмыстық іс қозғалады ағай. Тиіспей ақ қойыңыз ағай, просто. Тиіспей ақ қойыңыз ағай. Сіз мен пальтом жыртасыз қазір. Пальтом жыртасыз ағай. Қылмыстық іс қозғалады қазір. Полиция шақырам қазір. Қой, саған айттым, көп айтып. Не саған айттым? Сіз неге мұндай іс-әрекет жасайсыз? Кет. Айтыңызшы маған. Вот. Так. Осылай бізде. Мен представляю, мен блогер ретінде келіп тұрмын, я представляю, қандай халық дейтін зардап шегіп отыр мынандайдан. Совсем бар мен дейтін. Мынандай күткен жоқпын ағай, мен сізді жақсы адам деп жүрмін ғой. Біреу келді, алып кетші мен жүрмін. Бір масқа, ауыратын адамды прокуратураға келіп, мелек салып, келді, алып кетші. Так, енді уже, бұл уже енді слишком уже, мен мас. Болмайды, болмайды. Ағай, сізге дейтін мен жеңіл болсын дедім ағай, тек қана. Жігіттер, сіздермен таныса қойсам болады ма? Сіздер дейтін жақсы, бұл ағайларды дейтін. А вы айтишникам, вам это закон не идет, маска, да? Масочный режим вообще не идет, да? Нет, идет. А почему не в маске? Мы сняли, потому что мы сейчас работали. Ну, вы же втроем сидите. Я понимаю, то, что мы А у вас это, заведение, это маски дью. понимаю. Вообще, Что тебе от меня требуется? маска требуется. Я понял, что тебя ты сейчас пришел, ты устраиваешь кипиш. Ты должен по документации все делать. Сейчас пришел, напиши заявление. То, что тебе... А кто принимал меня? А вообще принимал люди вообще? Ну, ты пришел во сколько? Ты пришел 6 часов. Ну так и вы сказали, что сейчас не принимают. Работают до скольки? Ты во сколько должен, по сути, приходить? Не знаю. Ты должен либо с утра прийти. Вот, много, вот, должен предупредить меня. Он тебя предупредил. Нет, он говорит просто, все, иди. Иди, пожалуйста. Мы работаем здесь. Не мешай мне, не мешай. Не, я хочу, чтобы вы в Москву одели. Оденем маску. Принеси маску. Все. Надевайте маску и все. Барынша ағайды сабырлыққа шақырдым. Енді келмеді, по-другому никак болды енді. Және айтишник мырзалардың үстінен қазір тағы да маска режимін сақтамаған үшін іс-әрекет қолдану мүмкін. Кімге кетті? Кімге? Ой, анау түске баш. Бізде прокурор мырзалар жұмыс істегісі келмейді, соны түсінбеймін. Жұмыс істегісі келмейді вообще. Ағай, сіз бұл кісіні кіргізбесеңіз вообще хуже болады, ағай. Жоқ, енді мына кісіні кіргізбей тұр да, мені қалай кіргізді, вот в чем вопрос. Ағай, бұл кісіні не кіргізбейді, ағай? Көке, қайшы? Ана, полицейлер жақында. Тап қазір, полицейлер қазір тіркеуге аласыңдар. Тап қазір келіңдер. Тап қазір жіберсін. 0740. Ну, уже позор вообще. Позор. Так, полицейлер, ассалаумалейкум. Бола ма 1 минутке? Алейкум салам. Қалайсыздар? Жүзуға кірші.
Ашық тұр көрші. Ашық тұр көрші. Полицей мырза, бір минутке бола ма сізді? Таныса қойсам бола ма? Полицейді растаймын. Таныса қойсам бола ма? Сіздер ма вызов деп тұр ғой? Прокуратураға? Болды, кеттік жүр. Біріншіден таныса қойын, әдемі ретінде, әдемі болсын. 19-да статьяның 5-ші пунктімен таныса қойын, әдемі болады, қызметтеріміз. Одан соң әдемі болады. Так, майор полиция Жайлыбаев Ержан Ануарович, участковый полиция, екінші мекеде әдемі сізбен таныса қойсаң. Кейін немен 974-ші статьяның пунктімен, немен приказбен таныстыра қойсаңыз әдемі болады. Сіз тарапыңыздан. Бар ма сізде даже 974? Бар ғой әдемі. Так, майор полиция Қабдолов Төлеген Қайырович, қай қышанға дейін? Так, мен сізді танимын ғой. Жемешке дейін, да? Танимын ғой. Кеттік, үшінші полиция қатысы жоқ сияқты ғой, да? Кеттік жеңіз. Так, мені мұнда қазір арыз шағыммен сіздер шақырған мына кісі, мен сіздердің қазіргі іс-әрекеттеріңіз көрініп тұр. Қандай іс-әрекеттесіз? Сол арыз қалай болды екен? Менің көзімше видео таспада бар, сіздің көзімше мен бейнет неге сіздер шақырған туралы. Сіздер молодцы, әдемі жылдан келдіңіздер. Не уход. Бақ, на самом деле, видео жетен бар, бұл кісінің жалған сөзі. Жоқ, аға, неге кіргізбейді, соны айтыңызшы. Вот, видите, осы нәрсені қабылдағандарыңызға қалайым. Салам алейкум. Сен таныса қойын. Таныса қойыншы сізбен. Осы нәрсені қабылдағандарыңызға қалайым. Бірақ арызданушы мен емес, ана телефон соққан ана кісі вызов берген. Сондықтан сіздер вызовтарыңызға қалай жауап бересіздер, мен білмеймін. Не, прокуратура мен кезінде тек қана бір полиция қызметкері үстінен арыздасын келген. Не, даже төбелестік екен, былайша айтқанда төбелестік екен. Видео таспада бар, бәрі бар. Таныса қойыншы сізден. Мен дежурный прокурор келіп тұрмын. Мен де өтірік айттым. Постоянно келіп фотоға түсіп осындай жасап қиын кәтсе. Сен жақсың, сен енді шақырыңызшы енді. Дежурный прокурор сендер жаққа Сапар ма? Кім аты кім? Бұл кісі просто өзіне дейін жасап отыр да, соны сынап отыр маған. Не керек та лишний раз? Әдемі жұмыс жасайық та. Дежурный прокурордың ғой. Мына позор просто. Мен түсінемін да, сіздер прокуратураның бетпердесі ол охрана бол, бірақ енді мынандай нәрсе болатын болса, халық прокуратураға қайдан барады? Қайдан сенеді прокуратураға? Полиция қызметкері біз үстімізден іс-әрекет қолданса, біз прокуратураға жүгіреміз, прокуратураға жүгіртсем іс-әрекеттер мынау менімен төбелесші мынау ұрады. Уәжім тыңдаудың орнына. Жақты көп просто, мен как ішім кетіп тұр просто. Мен блогерлерін айта аламын, бір халыққа тарата аламын. Сіздерді вообще кәдімгі түсінемін мен сіздерді, қалай екен қызметтері. Проводы даже ждет она, охрана. Жоқ начинает. Номер номер. Сапар елатты да? Білмеймін, симптом жоқ, мен приемды білдім, хотя бы прием бар ғой. Келейінші сол күнге. Прокуратураға ойыншы? Ашсына, терезесін ба, хотя есігінде ашсына. И телефон ала қойсын. Я представляю бар ғой, басқаларына қандай іс-әрекет қолданып отыр. Әйел адамдар келеді, уәжісін айтып. Оларға қандай іс-әрекет қолданады? Ё-майо, мынандай адамдар жұмыстан шығарып, как положено, басқа жерге отырғызып қою керек, арнайы любой жерге, бірақ прокуратураға емес. Бір кісіге атаған прокурор емес па? Атақсыға ма? Ұят мынау, жігіттер ұят мынау, ұят. Меқта кәді, естен кәді, естен. Ассаламу алейкум. Телефоны бар,
шыға қоясыз ба? Білмеймін, неше қойып, мына полицияға келіп тұр. Маска кетті дейді. Яқып, мен мас. Мен мас. Шыға қойып, сізге келіп тұрмын, уәжіңмен келіп тұрмын, уәжіңмен. Қандай уәж? Соны тыңдайтын бір адам келіп тұр. Вот, міне. Масы кім мас? Мен мас, Якыбы мас. Қазір ол кісімен сөйлесе қойып, жолдаңыз болсын. Рахмет қызметтеріңізге. Аға, ассалаумағалейкум. Сізбен таныса қойсам болады ма? Есіміңіз? Дәурен мырза. Дәурен сізбен жолыққан сияқты, біледі? Мүмкін, Дәурен мырза, мен мұнда келдім, бір уәжім полиция қызметкерінің үстінен бір арыз шағым бар. Кейін бұл аға мені телефонды өшір деді, бірақ мен телефоным қосылмаған болатын, тек қана Инстаграм желісіне отқан болатынмын. Бірақ бейнетаспа қосылмаған болатын. Хотя бейнетаспа қосу хақым бар. Енді мәселе мынадай. Бұл кісі менің үстіме жұлқылап бейнетаспа бар, мені шығарғысы келген. Мына кісі мені жұлқылап жестко. Мен оны просто қозғанып өткен жоқ. Үлкен кісі, понимаю, нервы может, да? Біздің екі жұмысы бар, бір кісі келді, бірақ сіздерде қалай аталады ол білмедім, жұмыс тарапынан. Менің